Ол күні менің қарным тоқ болды. Себебі мен аспазшымын. Аспазшы болған өте керемет. Өзіңе тамақ пісіріп алып жата бересің. Причем любой тамақ. Главное, продукттар шіріп кетпесе болды. Қалай мен аспазшы болып кеттім дейсіңдер ме? Бәрібір айта берейінші. Барлығы тонау кезден басталды ғой. Мен әдеттегі досымның үйінде тамақ пісіріп тұрдым. Тамақ дайын болды. Барлығын солға шақырдым. Міне нағыз шедевр. Достарым қуанды. Не то что қуанды. Олар бақыттың 8-ші аспанында болды. Тамақ жеп болғаннан кейін олар маған неге сен аспазшы болып жұмысқа тұрмайсың деді. Хотя мен всего лишь оларға сұрап өтіп кеткен доширак қайнатып пісіріп бердім. Бірақ все же ойландым. Шынымен неге жұмысқа тұрып кетпеске? Содан кейін мен жұмыс іздеп бастадым. Бірінші түскен кафеге кіріп кеттім. Олардан сендерге повар болып жұмыс істесем бола ма деп сұрадым. Олар менен тамақ пісіріп білесің бе деп сұрады. Мен иә деп жауап бердім. Дипломды көрсетсін деген. Мен нағыз аспазшыға диплом керек емес деп айттым. Олар маған сен қабылдандың деп жауап берді. Бәрі мен ойлағаннан қарағанда оңай болған екен. Так, мен кухнядамын. На всякий случай мен өзім бетіммен мұрт салдым. Себебі кинолардың поварлары көбінесе мұртпен жүреді. Неден бастасам болады? Давай донер істеп қарайын деп шештім. Помидор, окорочка, кетчуп, майонез, соның барлығын микроволновкаға салдым. Кішкене минуттан соң ашып қарадым. Ішінде бешбармақ тұр. Да ну, нағыз қазақ болып тұрмын ғой. Басқа зат пісіруді шештім. Давай палау, сәбіз, көп сәбіз, күріш, барлығын микроволновкаға саламын. Я мен сондай адам любой затты микроволновкаға пісіре береді. Пока тамақ дайын боламын дейінше ыдыстарды орналастырайын. Орналастырамын деп бір кезде мен сол ыдыстарды сындырып алдым. Ох, ема, мына ыдыстардың бағалары қымбат қой. Не істеймін енді? Ресейдегі бір досыма соғым керек. Ай, мой говорю. Алло, досым, маған кофе жібере аласың ба? Өте қажет болып тұр. Саған кейін қайтарам. Не болды, жай ма? Өзінше аспазшы боламын деп мына жақта ыдыстарды шығарып алдым. Сенде. Жарайды, қанша тиын қажет болып тұр? Примерно бір 100 000 да керек болып тұр ғой. Базар жоқ, берейін. Бірақ сен білесің, мен қазір Ресейдемін. Мына жақта онда ақшаны жіберсем көп комиссия ұстап қалады. Сылтау ғой сенікі, брат. Тинькофф Блэктің дебет картасын ашып алсаңшы. Қоя қойшы, ол картаны ашам деп көп шығын жасағың келмейді. Ой, уайымдамашы. Ол картаны барлық ТМД елдердің азаматтары оформить алады. Және ол картаның көп мүмкіндіктері бар. Я досым, мысалға ТМД елдеріне тегін аударымдар жасауға болады. Маған ақшаны еш кедергісіз жібере аласың. Біле білсең, осы картадан бірден жалақы алып, шотты басқа карталардан аударым арқылы немесе қолма-қол ақшамен тегін толтыра аласың. Картаның валютасын ауыстыруға болады. Теңге, доллар, евро қажеттісінен бірден ауыстырса болады. Қолма-қол ақшаны комиссиясы шеше бер. Өзім үйдегілерге де осы картаны ашып қойдым. Біз үйде отырып қажетті заттарымызды төлеп келеміз. Опа, онда жақсы болды. Ондай болса ақшаны қазір жіберейін. Айтпақшы, арнайы ұсыныстар бойынша 30%-ға дейін рубльмен кэшбэк бар. Сондықтан бауырым, сілтеме бойынша Тинькофф Блэк дебет картасын ашып ал. Аласың ба? Қандай сілтемеден? Осы видеоның сипаттамасындағы сілтемеден. Все, косяктан құтылдым. Кішкенеден соң микроволновканы ашсам бешбармақ шықты. Мен не істемесем де по-любому бешбармақ шыға береді екен ғой. Базар жоқ. Бешбармақты бастығыма жегіздім. Ол мені мақтады. Ол маған осыдан тәтті бешбармақты жеп көрмедім деді. Даже анамдікінде де дәмді деген. Мынауын қуды енді. Егер мен осылай пісіріп жалғастыра берсем, ол мені повысить етемін деді. Мен келістім. Точнее, қуанып келістім. Енді мен күнде бешбармақ пісіріп жүрдім. Түнде, таңда. Мен сол процесстен кайф алдым. Барлығы менің бешбармағымды мақтап жүрді. Оны қойшы, мен даже диплом алдым, ол лучший бешбармақер деген. Ондай да болатынын білмедім мен негізі. Сөйтіп көтерілдік қой. Бірақ артқа қарасақ, барлығын мен какой-то доширактан бастадым ғой. Бешбармақтан шаршадым. Доширак пісіруді шештім. Суды қайнаттым. Доширакқа құйдым. Бетін 5 минутқа жаптым. Ашып қалсам бешбармақ. Мен жұмыстан шығып кеттім. Қысқасын айтқанда, мен аспазшымын.